Сауат ашу 4-тоқсан 11-ші сабағымызды бастайық. Бұл сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде тасымал деп аталады. Бұл сабақта сен сөздерді тасымалдауды үйренесің. Тасымалдауға болмайтын сөздерді ажыратуға дағдыланасың. Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша мәтін құрастырып жазып меңгересің. Балалар, жазу жолына симаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша дефис қойылады. Мысалы, ұстаз, терезе, мектеп. Бір буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Ай, күн, тай деген мысалы. Екі буынды сөздерді бір жолмен ғана тасымалдауға болады. Мысалы, дихан, алма деп. Ал үш буынды сөздерді екі жолмен тасымалдауға болады екен. Мысалы, қарлығаш. Қарлығаш деп тасымалдауға болады екен. Енді балалар, Әли мен Мерейдің диалогіне назар аударайық. Әли, біздің кафеге адамдар көп келу үшін не істеуіміз керек? Ол үшін біз өз кафемізді жарнамалауымыз қажет. Жарнама деген не? Жарнама таныстыру дегенді білдіреді. Мысалы, біз кафемізді жарнамалау үшін оның ерекше бір белгісін айтуымыз керек. Соған байланысты суретін салып іліп қоюға да болады. Онда біз кафеміздің алдына бауырсақтың суретін іліп қояйық. Иә, Мерей, солай істейік. Ал сен бауырсақтың дастарханға қалай келетінін білесің бе? Оны төмендегі берілген өлеңнен біле аламыз. Бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді тыңда. Қайдан келдің бауырсақ? Өтебай Тұрманжанов атамыздың өлеңі екен. Дастарханда шашылып жатты әппақ бауырсақ. Бауырсаққа қызығып, қарап тұрды көзін сап. Қайдан келдің бауырсақ? Деп сұрады қуыршақ. Жер анам менің көсілген, дихандар мен өсірген. Арғы тегім ақ бидай, тәттімін жеп көр бақшимай. Жесең өзің байқарсың, рахметіңді айтарсың. Айрылмас дос болайық, адамға достық лайық. Менің атым бауырсақ, сенің атың қуыршақ. Балалар, өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып көріңдер. Дихан, бауырсақ, бидай сөздері жазып келе жатқанда жолға симаса, қалай жазасың? Екінші жаттығу. Сөздерді тасымалдап жаз. Бидай, дастархан, дихандар сөзін тасымалдап жазамыз. Үлгіге қараймыз. Мысалы, балалар, бауырсақ деген сөзде үш буын бар. Оны екі жолмен тасымалдауға болады екен. Бауырсақ, бауырсақ деп. Үшінші жаттығу. Мына сөздерді тасымалдауға бола ма? Ай, күн, тай, бұлт, жен. Төртінші жаттығу. Үлгіге қарап, жарнама жазып көріңдер. Жарнама. Өз сыныптарында кафе бұрышын ашқыларың келсе, біз көмек беруге дайынбыз. Жарайсыңдар балалар. Дәптеріміздің 11-ші сабағындағы 2-ші және 4-ші жаттығуды орындаймыз. Шығармашылық тапсырманы да дұрыс орындайық. Іске сәт балалар.